Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Каз онлайн арнасына қош келдіңіздер. Бұл жерде біз информатика пәнінен БЖБ-лардың жауаптарын талдайтын боламыз. Жақсы, олай болса, бүгінгі БЖБ-мыз 7-ші сынып 1-ші тоқсан БЖБ-сы. 1-ші БЖБ. Олай болса, ақпараттық өлшеу және компьютерлік жады бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Орындауға 20 минут берілген екен. Бірінші тапсырмамыз ақпараттың өлшем бірліктерінің өсу ретін дұрыс көрсетілген нұсқаны таңдаңыз дейді. Біз бірінші тақырыпта осы 90-ның басында ақпараттың өлшем бірліктері туралы өткен болатынбыз. Олардың ішінде ең кішкентайы ақпарат, ең кіші өлшем бірлігі бит деп есептейтінбіз. Одан кейін байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. Сәйкесінше біздің жауабымыздың дұрысы Б варианты болады. Белгілеп қоям, осыны жазып қойыңыздар, және де тақырыпқа тағы да бір үңіліп оқып шығыңыздар. Жақсы, бірінші сұрақты көрген болсақ, екінші сұраққа өтейік. Міне, екінші сұрақтың берілгені ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірлікке аударыңыз дейді. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар, бұл жерде 20 килобайтымыз қанша байтқа тең, 12 битіміз қанша байтқа тең екен. Есепте деген екі тапсырма берілген. Бұл жерде біз бұлай есептейміз. 20 килобайт байтқа. Бізде өсу реті мен кем ретіне ауысқан кездегі ережелер бар еді. Өсуден егер төменге қарай бара жатқан болатын болсақ, төменге түсетін болсақ, онда біз көбейту амалын орындаймыз. 20 килобайтты көбейтеміз 1024-ке. Байттың өлшемі 1024 пен есептелетін еді. Сол үшін де 20 килобайтты байтқа өткізсек, бізде болады. Қазір мен сіздерге көрсетейін, дәлелдеп 20 килобайтты көбейтеміз 1024-ке. Енді есепті қараңыздар. 20-ны көбейтеміз 1024-ке тең болады 20.480 деген жауап бізге шығып береді. Біріншінің жауабы осы болды. Екінші 12 битті байтқа айналдыр. Бұл жерде біз бит немен өлшенетін еді? 8 санымен өлшенетін. Яғни біз оны аламыз да 12-ні бөлеміз 8-ге тең болады 1,15. Дұрыс па? Біз осылай егер жоғарыға шығып барасақ бөлеміз, төменге кетіп барасақ көбейтеміз деген анықтама бар еді. Енді қараңыздар, сонда біздің жауабымыз 20.480 байт болады, ал 12 биттікі 1,5 байт болып есептеледі. Жауапты белгілеп қойыңыздар. Енді қараймыз. Бізде үшінші сұраққа өтсек, екінші тапсырмаға өтсек, суретте берілген құрылғылардың атауын жазыңдар дейді. Жақсы. Енді бізде бұл жерде мен өзім жауаптарын жазып келе жатыр едім. Қатқыл диск. Екіншісі де бізде қатқыл диск. Үшіншісі бізде флеш жады. Сақтау құрылғыларының барлығын сұрап жатыр бізден. Флешка десек те болады, немесе флеш жады деп жазыңыздар. Болмаса флеш жады. Флеш жады. Немесе флешка. Енді қалай болса да. Ең соңғысы оптикалық диск. Оптикалық диск. Дәл осылай жауаптарды жазып қоямыз. Қызметі. Бұл жерде қатқыл дисктің қызметі компьютердағы есте сақтау жады, тұрақты есте сақтау жады. Қазір мен сіздерге көрсете салайын. Кітаптан қалай жазылатын анықтамаларды өздеріңіз жаза бересіздер. Жақсылап. Міне,
анықтамасын сіздерге ашып қойдым. Қатқыл дисктің анықтамасы осы. Компьютердағы есте сақтау құрылғысы тұрақты түрде есте сақтайды. Екеуінің де қызметі бір. Екеуі де қатқыл диск, біреуі кішігірім кішкентайы ноутбукқа, біреуі кәдімгі өзіміздің жүйелік блокқа салынатын қатқыл диск. Үшіншісі флеш жады. Флеш жады. Оптикалық дисктің анықтамасы. Оптикалық диск компьютердегі осы анықтамаларды жазуға болады. Және де үшіншісі флеш жад. Флеш жад не екен? Жазып қоямыз. Одан кейін оптикалық диск. Екінші тапсырманы тапсырып болса, қалай болса, көріп алыңыздар, көшіріп алыңыздар, жазып алыңыздар, кітаптан қарап алыңыздар. Келесі тапсырмамыз берілген файлдардың ішіне мұрағаттаушы бағдарлама тағыңыздар. Бізде мұрағаттаушы бағдарлама бұл жерде екеуі болып тұр. Бірінші С жауабы. Біздің архивке арналған бағдарлама WinRAR бағдарламасы. Екіншісі Zip. Бұл да мұрағаттауға арналған бағдарлама. Осы екеуін жазып қойыңыздар. Ол бізде тақырып мұрағаттау бөлімінде. Осы жерде көрсетіп. Так, бізде ол файлдар көлемі мына жерде белгілі. Көрдіңіздер ме? Міне WinRAR Zip деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Осы жерде осы бағдарламаларды сұрап тұр. Міне бірінші, екінші. С, Е. Жауаптарымыз осы. Үшіншісі мұрағаттау жолдарын көрсетіңіз дейді. Мұрағаттау жолға бізге добавить в архив деген сөз пайдаланамыз. Сұрақтың жауабы осы. Екіншісі, төртінші тапсырманың екіншісі, бірінші не істейміз дейді. Бірінші мұрағаттың бірінші осыны таңдаймыз. Екінші мынаны. Так, мұрағаттау файлдарды тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертеміз. Екіншіден басамыз, үшінші осыны басамыз. Дәл осылай белгілеп қоямыз. Міне, бүгінгі БЖБ-ның талдауын осылай жасадық. Түсінікті болды деп ойлаймын. Көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркелеміз, достарыңызбен бөлісеміз. Сау болыңыздар.